Сәлем достар, біз бүгін ғашықтық жайында сөз қозғайтын боламыз. Жалпы ғашықтық махаббат жайлы қалам тербемеген, жырына қоспаған жан кемде кем шығар. Біз осы орайда барлығын болмаса да қазақ даласының тарихында қалған махаббат жайлы бес аңызбен бөлісуді жөн көрдім. Бірінші орында Қозы Көрпеш Баян Сұлу. Бұл екі ғашық шамамен 12-13 ғасырларда ғұмыр кешкен. Сарыбай мен Қарабай анаулап жүріп құдаласып қояды. Уақыт өте аттастырылып қойған Қозы мен Баян жүздерін көрмегенмен бір-біріне ғашық болады. Бірақ Қарабай анаулап жүріп қаза болған. Сарыбайға берген уәдесін тайып, қызын жетім ұлға бергісі келмей, жергілікті палуан Қодарға ұзатпақшы болады. Қос ғашықтың арасында тосқауыл болған Қодар зұлымдықпен Қозының басын алады. Қайғыдан қабырғасы қайысқан Баян Қодардан Қозының кегін қайтарып, ғашығының күмбезіне келіп, өзіне қанжар салып, қол жұмсайды. Екінші орында Еңлік Кебек. Еңлік Кебек поэмасы Шәкәрім Құдайбердіұлының туындысы. Екі жастың махаббаты жайлы 18 ғасырдан бастап ел арасында кең тараған. Кебек тобықтының батыры, 15 жасында көпшілік ішінде кішіпейілділігімен танымал болған. Ол аузы дуалы Нысанбай абыздан әдейі іздеп барып, бала шуын сұрайды. Кебектің болашағын болжаған Нысанбай абыз ажалың сұлу қыздан болатынын ескертеді. Арада біраз уақыт өткен соң Кебектің жолы кемпір шалдың бой жетіп қалған Еңлік есімді қызы бар үйіне түседі. Еңлік екеуі сырақ тарысып, бірін-біріне өзіне тән көреді. Түрлі сынды кешкен қос ғашық ұлды болып, жартаста тығылып өмір сүріп жатқан жерінен Найман мен Тобықты адамдары тауып алады. Олар құшақтасқан екі жасты ақ ат құйрығына байлап сүйреп өлтіреді. Екеуін бірге жерлеп бала жайлы ұмытып кеткен бұлар ертесінде бала естеріне түсіп іздеп келсе, оны жартас маңынан таба алмады. Үшінші орында Қалқаман Мамыр. Қалқаман Мамыр жайлы бізге Шәкәрім Құдайбердіұлының дастанынан мәлім. Ол 1722 жылы болған тарихи оқиғаға байланысты шығарылған. Жас жігіт Қалқаман мен ару қыз Мамыр бір-біріне ғашық болып қосылғанмен, олардың бір рудан шыққандығына байланысты екеуі дәстүрді бұзғаны үшін өлім жазасына кесіледі. Мамыр өз туысы Көкенайдың қолынан қаза табады. Ал Қалқаман өзін өлім жазасына кескен Кеңгірбай бидің енді жазадан құтылдың дегеніне тыңдамай, үстемтап өкілдеріне өкпелеп Бұхар жаққа кетіп қалады. Төртінші орында Қыз Жібек пен Төлеген. Төлеген мен Жібек бірін-бірін шын сүйген ғашықтар. Бірақ әке батасынан аттап өткен Төлегеннің өлімі мен Жібектің қайғылы тағдыры талай жанарға жас үйірмей қоймайды. Жібек бейнесі сұлулық пен әсемдіктің нышаны. Базарбай байдың Төлеген атты ұлы 14 жасқа толғанда өзіне жар іздеп 210 сұлудың арасында Сырлыбай ханның Жібек атты қызын ұнатады. 3 ай Сырлыбай ханның елінде болған ол өз еліне бармақ болып сапарға шығады. Бірақ Жібекті қызғанып жол тосқан Бекежан қапыда Төлегенді өлтіріп, қазасын Жібекке өзі келіп естіртеді. Сол үшін Бекежан өлім жазасына кесіледі. Хабарсыз кеткен Төлегенді іздеп шыққан інісі Сансызбай Қалмақ ханы Керенді өлтіріп, Жағалбайлы елін жаудан азат етеді. Сондай-ақ ол әмеңгерлік салтымен Жібекті алады. Бесінші орында Естай мен Қорлан. Қыпшақ руынан шыққан Сұлтан деген байдың Хұсни және Қорлан атты екі қызы болған. Естай әнші досы Шошан мен оның қалыңдығын көруге Сұлтан байдың ауылына барады. Сонда күйеу жігіттің құрметіне жиналған жастардың арасында Қорлан мен Естай бірін-бірі ұнатып қалады. Бірақ Қорлан өзгеге айттырылып қойған болатын. Сондықтан Естай қызды ұрлауға бел байлайды. Жастардың ойлағанын барлығына аян болатын. Ашу кернеген әкесі қыз атастырылған жақтан қалыңдықты алып кетулерін талап етеді. Асығыс той жасалып, Қорлан алыс ауылға келін атанады. Естай көзі жұмылғанша Қорланды ұмыта алмай, өзінің өмірлік қайғысын, орындалмаған арманы жөнінде Қорлан әні шығарады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.